Балам, сабағына кешікпей барып қайт. Мұғаліміңді тыңда, жарай ма балам? Сен келгенде сүйікті мантыңды жасап қоямын. Тағы бір күн бәрі жақсы өтсе екен. О, жоқ, телефондарда тағы да сол хабарлама. Бүгін тағы күлкі болады. Бұл не қорқынышты нәрсе? Мен қайтадан масқара боламын ба? Кейде мектеп білім алатын жер емес. Кейбіреулер үшін қорқыныш орны. Телефоныңды берші көрейік. Мынау ма? Алыста. Қайтаршы телефонымды. Керек емес, өзіме аламын. Неге мен? Неге маған ешкім көмектеспейді? Ей, қараңдаршы, Тихий келді. Тағы жалғыз жүр. Қойыңдаршы. Менің не жазығым бар? Кітапты бер. Жоқ, қайтар. Ей, тоқта! Кітапта! Бүгінгі сабақтың тақырыбы Талғат, өзің отбасың жайлы бастап айт. Мен ұялдым. Оқымаған апай ол, сабақ айта алмайды. Иә, қараңдар, қатты ұялды. Гүліңдер, сабақ оқымаған. Сенде бәрі жақсы ма? Иә, жақсы. Бір нәрсе болса айт, үнсіз қалма. Көміртек тотығымен судың реакциясы жүреді. Апай, Талғатқа көмектесу керек. Не жағдай болды? Буллинг бұл әзіл емес. Бұл адамның психикасына және өміріне зиян келтіреді. Сен жалғыз емессің. Иә, мұғалім. Егер сен буллинг көріп жүрсең, үнсіз қалма. Көмек сұра. Сен жалғыз емессің.